Сәлем достар, сіздерге айтар жақсы жаңалығымыз бар. Жетісу облысы тіл оқу әдістемелік орталығының қазақ тілін үйренуші топтар сіздермен бірге жаңа айдар, сөздік, яғни словарь атты айдардың басталғандығын мәлімдейді. Бұл айдарда біз сабақта үйренген бір сөзімізді сіздерге айтып, оның мағынасын ашатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ал біз Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сөздік словарь айдарында сіздермен ат сөзіне тоқталамыз. Ат сөзінің үш мағынасы бар. Бірінші ат име. Мысалы, менің атым Надежда. Екінші ат лошадь. Мысалы, менде ат бар. Оның аты Верный. Үшінші ат стреляй. Мысалы, мылтықты ат. Келесі айдарда кездескенше.